Саламатсыздар ма, аяулы ханымдар, тоқыма өнерін сүйетін сұлу қыз келіншектер. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге тағы да мен Жанаргүл. Бүгін сіздермен мен бөлісетін видео. Бұл осындай балаларға арналған, 2-3 жастағы ұлдарға, қыздарға арналған осындай жакет тоқып үйренетін боламыз. Осыны вязкасымен и қалай тоқылу жолымен бөлісетін боламын. Бұның вязка бүршік деп аталады. Мынандай болып бүршік болып мынандай болып көрініп, былай анық көрініп тұрады. Мынандай болып. Мынандай манжетін қалай тоқу, және қолтығына келген кезде қалай қысқарту, мына алдындағы мына жерін қалай қысқарту, барлығымен сіздерді бөлісетін боламын. Мен тоқыма өнерін жақсы көретінім сондай. Мына жерде мен 3 түрін тоқып қойдым. Барлығы вязкасы бірдей, но светтері бөлек. Міне мысалы мына жердегі мына ұл балаға арналған. Мынандай тағы да жасыл түрі ұлдарға арналған. Мен бұны мына екеуін де ұлдарға тоқыдым. Мынада мынаның кішкене жібі жіңішкелеу, акрил жіптер барлығы. Сондай етіп ұлға тоқыдым. Сосын мынау 2 жастағы кішкентай бүлдіршін қыздарымызға міне мұның түймесін салып үлгермедім. Тоқи салысымен сіздерге бөлісуге асықтым. Мынандай етіп 3 түрлі жакет тоқыдым. Енді осының тоқылу жолымен бөлісетін боламын сіздермен. Мыналарды қазірше былай жинап қояйын. Енді мен мына жерде тағы бір түсімен қыздарға арналған, жаңа 2 жастағы қызға арналған жакеттің тағы бір түсінен осылай етіп тоқыдым. Қазір енді осының манжеттен бастап, төмен жағындағы манжетінен бастап қалай тоқылу жолын сіздерге көрсететін боламын. Мынандай етіп, манжетімен былай етіп тоқып қойдым. Қазір енді осының басынан бастап тоқылу жолын көрсететін боламын. Ендеше қыздар, бісміллә деп жұмысымызды бастайық. Мен мына жерде 2 жастағы қызға тоқыған жакетімде мен 130 жіп бастадым. Оның 5-5-тен 10 жібі мына алдындағы түйме қадайтын жеріне, мынандай осы түйме қадайтын жеріне кетті. Мынау 5-еу, мынау 5-еу 10 жіп. Қалған 120 жіпті 4-ке бөлесіздер. Бір жіп 4 жіптен тұрады сонда. Бір жіптен 3 жіп шығарамыз да, 3 жіпті қысқартып отырамыз. Сонда бізге 4 жіптен бір мынандай вязкамыз шығып отырады. Ендеше мына жерде сіздерге түсініксіз болып қалар. Мен осы жұмысымды басынан бастап мына жіптің 2-ші ұшынан басынан сіздерге мынандай етіп бірінші манжеттен бастап көрсетіп жіберейін. Қысқаша бір 30 жіпті алып, 30 жіп дегеніміз 5-еу жаңағы алдына неге кетеді? Алды жағындағы 5-5 жіптен алдындағы түйме тағатын жеріне кетеді. Қалған 20 жіпті алдарты деп мысалыға 30 жіпті бастап сіздерге көрсетейін. Некеңіздер, мен сіздерге басынан түсінікті болу үшін бұлай етіп 30 жіпті шеге бастап манжетін тоқыдым. Енді міне осының тоқылу жолын сіздерге қазір көрсетейін. Түсінікті болсын. Мен себебі ананы уже жарты жеріне дейін тоқып қойдым. Енді мынандай бір бөлшекпен тоқып көрсетпесем. Мына алдыңғы 5 жіпті оң тоқисыздар барлығын. Сол кезде жаңағы алдындағы 5-5 жіптен дедім ғой, сол 10 жіпті осылай міне басында аяғында өстіп 5-5 жіпті осылай оң тоқып аласыздар. Арғы бетінде де, бергі бетінде де. Енді мынаны бір оң бір теріс манжет мынау. Бір оң бір теріс қып манжет. Осылай етіп манжетін тоқып аламыз.
Міне соңындағы 5 жіпті де жаңағындай оң тоқимыз. Соңғысын теріс тоқи салыңыздар, созылмайды. Енді вязканы салуға көшеміз. Міне мына жерде оң тоқып аламыз 5 жіпті. Енді мына бірінші жіпке біз бүршік салып бастаймыз уже. Міне ең бірінші жіп оң тоқылып тұр, я? Осы оң тоқылып тұрған жіпке біз бүршік саламыз. Вязкамыздың мына оң беті. Міне былай бір жіпке былай етіп. Бір жіптен 3 жіп шығарамыз. Ол қалай? Міне бір жіпке шегелдіңіздер ғой. Енді былай етіп бір жіп тіліп аламыз. Қайтадан сол жерден 3-ші жіпті былай етіп шығарып аламыз. Сонда бір жерге 3 жіп. Енді мына тұрған үшеуін, міне 1, 2, 3 тұр, міне 1, 2, 3. Осы үшеуін қысқартамыз. Біріктіреміз, бір жіп жасаймыз. Мына бір жіп жасадық. Енді мынадан тағы да солай былай аласыздар, іліп. Мынаны шиден шығармай тұрасыздар пока. Енді жіпті шегелестер. Енді жаңағы шыққан жерден тағы да осылай бір жіпті, 3-ші жіп мынаны іліп аласыздар. Бүйтіп бергі қабырғасына жіпті өткізіп аласыздар да, мына үшеуін тағы былай қысқартасыздар. Мына жерде тағы солай оң тоқылған жердің барлығында осылай етіп жіпті міне бір жерден 3 жіп өсіріп аламыз. Мына үшеуін қысқартамыз. Мына бір жерден 3 жіп өсіріп аламыз. Үшеуін қысқартамыз. Біріктіреміз. Мына жерде тағы да солай. Міне былай сол жерге қайттан шиді кіргізіп 3-ші жіпті алып шығамыз. Мына үшеуін қысқартамыз. Мына 5-еуі оң болып тоқылады. Жаңа сіздерге неше рет қайталап айтқаным сол. Мына бір бүршігіміз 4 жіптен тұрады деп айттым, я? Міне біреу, мына жерде 3 жіп, 4-еу. Сонда 4-4-тен санайсыздар. Осы бүршіктер дұрыс шығу үшін, мысалы 120 жіп бастайсыздар. Мына 2-еуін қосқанда 5-5-тен 130 болады. Сонда мына бүршіктеріңіз әдемі шығады. Мына жерлерде артық жіп қалмайды. Соны есептеп отырып тоқыңыздар. Келесі теріс бетіне өткен кезде, келесі теріс жағында 5 жіп өзгеріссіз оң тоқылып шығады былай. Енді қалған мына тоқығандарымыздың барлығын теріс тоқып шығамыз былай етіп. Міне барлығы теріс тоқылады. Некеңіздер, барлығы осылайша теріс тоқылып шығады. Мынаны былай алсаңыздар кішкене кеңірек, әдемірек болады. Мына 5 жіпті оң тоқып аламыз. Енді жұмысымыздың алдыңғы беті, бөлігі мынау. Мына жақ теріс жағы болады да, вязка мына жаққа түсіп бастайды міне. Осы теріс тоқылған жағына түседі вязка. Қазір көрінбейді. Біраз өсіріп тоқисыздар ғой, сол кезде уже көрініп бастайды. Мына бетін көрсете кетуім керек. 5-еуін оң тоқып аламыз.
Енді мына жерде жаңа бір жіптен үшеу шығардық қой, міне анық көрініп тұр сіздерге, иә. Бір жерден үш жіп шығардық. Енді осы үш жіпті бір жіп жасаймыз қысқартып. Былай етіп. Керісінше теріс жағынан қысқартамыз былай. Міне. Былай қысқартып аламыз. Ал мына бір жіптен, міне, жаңағы үш жіпті қысқартқан бір жібіміз мынау. Содан үш жіп керісінше тоқып аламыз. Мына үш жіпті қысқартамыз. Бір жіптен үш жіп шығарып аламыз. Мына жерім дұрыс болмай қалды. Екі жіп қысқартып жіберіппін. Міне мына жерде шатаспаңыздар, иә, осылай. Міне. Мына үш жіпті. Біреу, екеу, үш. Мына жерде неге төртеу болып кеткен. Қысқартып алайын. Енді бір жіптен үшеу шығарамыз. Біреу, үшеу. Мына үшеуін қысқартамыз. Біреуден үшеу шығарамыз. Осылайша міне. Бір жіптен үшеу шығарамыз. Мына үшеуін қысқартамыз. Бір жіптен үшеу шығарамыз. Енді қалған бес жіпті оң тоқимыз. Үшеу, төртеу, бесіншінің теріс тоқисыздар, кромочный. Міне сонда бүршік шығып бастады міне. Көрдіңіздер ме? Міне бүршік шықты. Шахматның порядке деген осы. Міне былай. Қазір мынадан шықты ма, енді мына келесіден шығатын болады, мына жерден шығатын болады. Мынадан шықты ма, енді келесісі мынадан шығатын болады. Өзі тоқылған кезде, өстіп тоқи берген кезде өзі білінеді қалай шығып жатқаны. Ең бастысы түсінікті болды деп ойлаймын. Қазір мен мынаны тоқыма барысында тағы да сіздерге көрсететін боламын. Міне мынау. Мен біраз тоқимын бұны. Сосын несіне келген кезде, міне көрдіңіздер ме, жаңағы айтып отырғаным. Мына жерден бастаған кезде, міне. Бірінші қатар былай түссе, екінші қатар міне былай түседі. Мына екеуінің ортасына түседі былай етіп, е. Сонда шахматтың порядке болады. Енді мен мынаны бірталай жеріне дейін тоқып келдім. Қазір тағы да біраз көтеремін, кішкене бірнеше қатар. Содан кейін қолтығына қысқартуға келген кезде сіздерге көрсететін боламын. Қолтығын и мына жағасын, алдыңғы жерін қалай қысқартатынымызды көрсететін боламын. Міне келіңіздер, мен керекті размерде міне қолтығына дейін, қысқартатын жерге дейін тоқып алдым. Міне мынандай етіп. Тоқып алдым да, енді бұны міне үшке бөлдім. Менде 130 жіп, мына алдына 5-5 жіптен 10 жіпті қосқанда 130 жіп. Енді мен сол 130 жіпті екіге бөлдім. Артына и алдына. Сонда 65-тен шығады. Мен мына жерде артық 2 жіпті былай тоққан екенмін. Тоқыдым мен мына жерде былай. Алдына былай бөлек бір жіптен салғамда, бір жағына келесі бетіне түскен оң жағы, мынау теріс жағы, мына жерде артық бір жіптен неған екен. Сол үшін 66 жіптен 132 жіпті екі жағына бөліп алдым. Оның алдына, алды былай ашық болғандықтан, алдына мына жерге 32 жіптен 64 қылдым мына жерді. 34-32 жіптен, ал артына сол 60 жіп қалды. Ой, 33 жіптен алдына бөлдім, ар жағында 66 жіп қалды. Сонда 33 жіпті енді бір жағын осылай үшке бөлесіздер, міне былай етіп.
мынаны былай бөлек бізге өткізіп алдым. Мынаны бүйтіп носки тоқитын бір шиімді алып өткізіп алдым. Мына бетінде сондай шиге өткізіп алдым. Ал мына артындағыны ұзын мына спицада қалдырдым. Мына ұзында. Бұл тұрады артқы бөлігі. Енді мына алдыңғы бөліктен бастап, мына жағына шығып қойдым ғой мен жіпті. Мына жерден бастап мен қысқартатын боламын. Мына қолтығы. Мына жерде қолтығы шығып жатыр, иә. Мына алдында 5 жібі бар. Дәл осындай 5 жіпті мына жерге 5 жіп тоқып шығам. Осы 5 жіпті мынандай етіп тоқып шығам. Екі жағынан да оң қып тоқсаңыздар, мынандай болып шығады дедім ғой. Осындай қып тоқып шығам 5 жіпті. Ал 5 жіптен кейінгі мына бір бүршік мына жақтан, бір бүршік мына жақтан қысқарады. 4 жіп. 4 жіп мына жақтан қысқарады, 4 жіп мына жақтан қысқарады. Сонда ортасындағы мына қалған осы жіп иығы болып шығады ғой. Иығы болып шығады. Енді ол қалай іске асырылады? Мына жердегі соңғы бүршік уже бізде тоқылмайды, бүршік болып түспейді. Енді бұны бесеуін екі жағынан да оң қылып тоқып алатын боламын. Бірінші жіпті іліп аламын. Одан кейінгі міне 5 жіпті оң қылып тоқимын. 2, 3, 4, 5 міне, иә. Енді мынаны екеуін қысқартып аламын. Осылай қысқартып отырып, енді мына жерде біреу 3 жіп өсіретін жер тұр, иә, міне. Соны 3 жіп өсіріп аламын. Бір жерден 3 жіп, бұл бүршіктігі. Енді мына тұрған үшеуін қысқартып аламын. Осылай міне. Мына жерден 3. Одан кейінгі үшеуін қысқартам. Ортадағы кәдімгі бүршіктерді тоқи бересіздер, бүршік қылып. Екі шетіндегі бір бүршіктен қысқарып кетеді. Сол кезде иығында бір азырақ не қалады. Сонда мына қолтығымен алдыңғы мойын жағы қиғаштау болып түседі ғой. Қазір оны көрсетемін тағы да міне. Бір қатарды осылай етіп көрсетіп шығайын. Шахматның порядке кәдімгі түсе береді ортадағы нелер, бүршіктер. Тек екі шетіндегі қысқартатын жерлерді ғана қысқартып шығасыздар. Міне мынау қысқарады. Ой, бір жіп болады. Енді міне мына жерде бір жіптен шығаратын мен артық тоқыған бір жіп. Сол екеуі қысқарады. Бір жіп болады. Енді мына 5-еуі кәдімгі өзгеріссіз тоқылады. Келесі жағын бұрамын. Жұмыстың келесі бет. Тағы да мынау 5 жіп өзгеріссіз тоқылып шығады. Мына беті полный теріс тоқылады барлығы, иә. Білесіздер. Бір бетін полный теріс тоқисыздар. Арғы бетінде бір жіптен 3 жіп, 3 жіпті бір жіп қылатын боламыз. Сонда бергі бетке ол бүршік болып түседі. Тоқыма өнері өте адамға пайдалы. Мына миға массаж, адамның миына қол арқылы. Саусағымыз қимылдайды ғой біздің. Сонда адамның миы жұмыс жасайды екен. Бір жерден оқығаным бар. Одан кейін миыңыз демалады бір. Білмеймін, өзім солай миым демалады жұмысты жасасам. Тоқыма өнерін өте қатты жақсы көремін. Міне келесі беті енді. Мына бетіне келгенде мына жақтан 2 жіп, мына жақтан 2 жіп қысқарттық. Енді дәл солай тағы да. Осы мына бүршік формасы шығу керек бірінші. Одан кейін бүршік формасы шыққаннан кейін барып қысқартасыздар. Мына жердегі мына 5 жіп өзгеріссіз тоқылады. Одан кейін міне мына не бөлініп кетті. Енді мына жерде мына бір жіптен 5 жіп шығатын жер, 3 жіп шығатын жер мына жер, міне. Бір жіптен 3 жіп шығатын жер, ал мынау бүршік қылатын жеріміз. Мына үшеуін біріктіргенде ар жаққа бүршік түседі.
Сол үшін бұл жерде өзгеріссіз, бұл бетті өзгеріссіз тоқып аласыздар. Келесіге айналып келген кезде, себебі мына бүршік ар жаққа бүршік болып түсу керек, бұны қысқарта жіберсеңіздер болмай қалады. Келесі арғы бетті теріс тоқып шығып бергі бетке тағы өтеміз ғой, сол кезде қысқартасыздар. Сонда 3 қатарда бір рет қысқартып отырасыздар ғой. Жаңа ең бірінші қысқарттық, одан кейінгісінде теріс тоқып келдік ар жағын, одан кейін мына бүршіктерді шығарып жатырмыз. Енді келесі қатарда мына арғы теріс тоқып келгеннен кейін бергі қатарында қысқартамыз. Осы жерлерін анықтап көрсетуім керек, себебі түсінбей қаласыздар. Осы бөлігін көрсетсем, қалған екі бөлігі де дәл солай тоқылады деген сөз. Артқы бөлігі мен келесі тағы бір алдыңғы бөлігі. Бірден бірақ қысқартып тастауға болмайды да. Сондықтан осылай қысқартамын. Ана бүршік әдемі болып түсу керек орнына. Мына жерді қателесіп кеттім, әне. Осылай қате жіберіп алмаңыздар. Мына шүп тоқылу керек емес. Жерді тоқып жібердім. Мына 5 шып, мына 1 жып, мен 3 шып шығатын жер ғой мына. Жоқ, бұл 1 жіптен 3 шып шығатын жер. Ал мына 5-еуі өзгеріссіз тоқылады. Енді келесі теріс бетінде өзгеріссіз теріс бәрін тоқып шығасыздар. 5-5 шыптан бөліп басқасын. 5-5 шып 10 тоқылады. 10. Міне, 10 тоқылды. Қалған мыналары теріс тоқылады барлығы. Мына 5-еуі тоқылады. Енді міне мына үшеуін бүршік қылып осы жолы осылай қысқартамыз да, бірақ келесі жолы мынаны 1 жіп өсіретін жерде, 1 жіптен 3 жіп алатын жерде алмаймыз. Мынау қысқарып кетеді осы. Мынау осылай қысқарып кетеді. Мынадан біреуден 3 ала береміз. Мынаны қысқартамыз. Келесі жолы ананы болды сол 3 жіп өсірмейміз, о жерден болды, қысқарып кетеді солай. Енді міне осылай болып өстіп иық шыға бастайды.
міне енді мына жерде 6 бүршік тұр ғой, санасаңыздар. Міне 1 2 3 4 5 6 бүршік. Бір бүршіктен 8 бүршік еді, бір бүршіктен қысқарттық. Енді келесіде осы 2 бүршік қысқарады. 2 бүршікті қысқартасыздар. Екі шетінде тұрған міне 2 бүршікті қысқартасыздар. Болды. Ортадағы 4 жіппен, мына 5 жіппен 10 жіп, ортадағы 4 бүршікпен иық шығады. Солай жасайсыздар. Барлығында да. Мына арт жағында да, мына жанына да осылай болып іске асады жұмыстарыңыз. Осыны өз беттеріңізше тоқып шығыңыздар, ары қарай тағы көрсететін боламын. Мінекейіңіздер, осылайша әдемі қыздарға арналған жакетімізді тоқып алдық. Мына жерге осылай етіп түйме орналастырып шықтым. Бір айтатын нәрсе, мына жерде мына түймеге арнайы орын қалдырмай-ақ қойсаңыздар да болады. Арнайы түймеге орын қалдырмай-ақ былай жіптің арасын бүйтіп ашсаңыздар да түймені былай қадауға болады. Себебі өз созылып кетеді. Мына түймесі алынып салынған сайын өз созылып түйменің орны пайда болады мына жерден бүйтіп міне. Осылай етіп мына арасынан бүйтіп. Специально орын қалдырмай түйме не қылатын жерін жасамай-ақ осылай түймені өткізіп қойсаңыздар, кейін орны дайын болады дегенім ғой. Міне, Алла қаласа, мына тағы да бір қыздарға арналған жакетіміз тоқып алдық. Арт жағы міне мынандай болады. Тағы бір айта кететін мәселе, мына жерде арт жағында, жаңағы алдында мына жерлерінде мен сіздерге мына қысқартатын жерін айттым ғой. Мына жерде где-то мына жақтан 2, мына жақтан 2 бүршіктер қысқарады дедім. Мысалы, мына жерде 8 болып басталған болса, ең аяқ жағында мына 4 болып бітті. Екі жағында да солай болды. Мынаны салдық, содан қысқарғаны бар. Мына жеңіз, мынау салынды. Мынау емес, мынау салынды, содан қысқарғаны бар. 8-бен басталып 4-пен аяқталды. Ал арт жағына келетін болсақ, бұл жаққа көп қысқартудың қажеті жоқ. Бұл себебі жота жағы болғаннан кейін бұл жерге аса көп қысқартуды қажет етпейді. Мынаны тоқығанның өзінде осы жерде 2 бүршік қысқарып кетеді. Содан 3-ші бүршікті ғана қысқартып, бір-ақ бүршік, мына жақтан 1 бүршік, мына жақтан 1 бүршік, сонда 3 бүршік ғана қысқарады. 2-і мынау болып кетеді, 3-ші біреуін ғана қысқартасыздар. Қалғанын тоқи берсеңіздер болады, қысқартпай. Бұл қанша дегенмен арт жағы жота жағы болғаннан кейін осылай кеңірек түскені жақсы. Былай етіп түймесін қададық әдемілеп. Мына несін тоқып алғаннан кейін мына жерге бүйтіп иығын тігесіздер ғой. Мынандай болып қосылып тігіледі екі жағы. Бүршік болғаннан кейін кішкене бүйтіп шошайып тұрады. Енді ол иыққа бүйтіп тұрған кезде әдемі болады былайынан. Қазірше былай қойғанға кішкене шошайыңқырап тұр. Осылайша міне тағы бір әдемі жакетімізді аяқтадық. Мынау алдыңғы тоқығанымыз қыздарға деген міне. Бұған да осылайша түйме қадап қойдым. Бұл да бір жақсы әдемі жакет болды қыздарға. Енді ұлдарға тоқығанымыз. Оның да жаңағы алдын сол дәл осы жаңағы мен көрсеткендей осылай қысқартасыздар да, иығы тігіледі. Мұның алдына түйме салынбайды, мынандай ұлдарға тоқылған. Бұл 3-ші жакетіміз. Одан кейінгі міне мынау ең кішкентай бір жастағы балаларға арналған осындай әдемі жакет. Досы тоқыған бұйым ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса жауап беремін. Сіздерді осындай жақсы тоқыма бұйымдарыммен қуантуға әрдайым дайынмын. Басқа да осындай жақсы видеоларымды көргілеріңіз келсе, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болып тұрыңыздар. Аман болайық.